Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тәуелсіздік қасиет тұнған ұлы ұғым бөліміндегі Асқар Алтайдың прописка әңгімесі, сонымен қатар шығарманың көркемдік әлемі. Оқу мақсаты: әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Бағалау критерийі: әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіреді. Сабағымызды басында миға шабуыл арқылы біз прописка әңгімесіндегі оқиғаның сюжетін еске түсіреміз. Бірінші, Арқаттың жолға шығуы. Екінші, боран және оның салдары. Үшінші, жаяу кеткен 3 жолаушы. Төртінші, ертістен өте алмаған автобус. Бесінші, Алтайға кері қайту. Енді осы шығармада біз шығарманың сюжетін ескере отырып, тізбектеу әдісі арқылы Арқатты шалғайдағы күршімге жолға шығуға итермелеген жағдайларды анықтап шығайық. Бірінші, әскерден оралған уақыты. Ол желтоқсан оқиғасына сайма-сай келеді. Желтоқсан оқиғасының салдары, яғни осы оқиғаның салдары Арқаттың өміріне едәуір ықпалын тигізеді. Үшінші, пропискаға тұрудың қиындығы, өйткені желтоқсан оқиғасынан кейін осы мәселе өте күрделеніп кетеді. Келесі, тергеуге алынуы. Алдынан кедергілер шыға берген Арқат түрлі мінездерін көрсетіп, өзінің өршілдігін көрсетіп, ақырында тергеуге алынады. Бірақ 3 сағаттық тергеуден кейін ол босатылып шығады. Келесі мәселе жұмысқа орналасудағы басты кедергі. Әрине, Арқаттың жұмысқа орналасуына басты кедергі болған оның тұрақты тіркеуінің жоқтығы, яғни пропискасының болмауы. Соңғысы, Арқаттың үміті. Арқаттың үміті не еді? Шалғайдағы күршім ауылына барып, сол жақтан уақытша тіркеуге тұрып, және жұмыс істеп қаражат тауып, қайтадан Алматы қаласына орнығып, тұрақты жұмысқа кірісу болатын. Міне, біз тізбектеу әдісі арқылы Арқатты шалғайдағы күршімге жолға шығуға итермелеген жағдайларды анықтадық. Оқушылар, сіздерге бұл шығармадағы оқиға сюжеті таныс, сіздер шығарманың басты кейіпкерін білесіздер. Енді бүгінгі сабақтың оқу мақсатына сәйкес біз тапсырмаға кезек береміз. Бірінші тапсырма: қос жазба күнделігі әдісі арқылы шығарманың идеясын анықтап, көтерілген мәселені түсіндіресіздер. Тапсырманы орындауда төмендегі дескрипторды ескеріңіздер. Тапсырманың дескрипторы шығарманың идеясын анықтауға ұсыныстар айтады, көтерілген қоғамдық мәселе бойынша ой білдіреді. Бірінші бағанға шығарманың идеясын жазыңыздар, екінші бағанға қандай қоғамдық әлеуметтік мәселе көтерілгенін жазып шығыңыздар. Жақсы, оқушылар, енді өзіміздің жауабымызды тексеріп көрейік. Шығарманың идеясы: бүкіл әлемді дүр сілкіндірген желтоқсан оқиғасының қоғам өміріндегі салдарын ашып көрсету, оқырманын өршілдікке, жігерлілікке шақыру. Шығармада қандай қоғамдық әлеуметтік мәселе көтерілген? Бірінші, желтоқсан оқиғасының салдарынан қазақ жастарының қудалауға түсуі. Екінші, кеңес үкіметінің желтоқсаншыларға көрсеткен озбыр әрекеттері. Үшінші, қала мен ауыл байланысының ауырлығы. Мінекей, прописка әңгімесінде оқиға осы мәселелер төңірегінде өрбиді. Енді сабақтың тақырыбына қарай шығарманың көркемдік әлеміне мән берейік. Сіздерге шығармадан үзінді берілген,
үзіндіні тыңдаймыз, содан кейін барып тапсырма орындайсыздар. Ақтұмсық Алтайдың танауына әлі сірге жүгірмепті. Маңай мұрты мұзылмаған сере-сере қар. Алтай қыс ағыл-тегіл аспаннан саулаған ақ тасқын қымтаған қалпы. Өлі дүниедей. Бойында бірақ белгісіз бір сес бар. Өзі кеше ғана аттанған Алматыны еске алды. Көкек Астанада күшіне еніп, қызуы қоламтадай жүз шарпығалы Алатаудың да биік бауырындағы қалың қар лас сайсаңмен апыл-құпыл аттанып кеткен еді ғой. Биыл биік Алтайдың басындағы ұшпа бөркі тұрмақ, етегіндегі жел қағып қар тоқтамайтын тастақ қыраттары да наурыздың ақша қарын жамылып самарқау жатыр. Сырбаз Алтай тәрізі көктемге жонын бергісі жоқ. Тапсырма. Семантикалық карта әдісі арқылы берілген үзіндіден автордың табиғат көрінісін сипаттауындағы сөз қолданысына талдау жасау. Тапсырманың дескрипторы үзіндіден көркемдік тәсілдерді табады, көркемдеу тәсілдерінің түрін ажыратады. Яғни, бірінші бағанға мәтіннен берілген үзіндіден көркемдеу тәсілдерін теріп жазасыздар. Одан кейін екінші, үшінші, төртінші бағандарға лайықты жеріне қосу белгісін қоясыздар. Тапсырманы орындау үшін мәтінді қайта ашамын. Соның ішінен қажетті мысалдарды теріп жазып алуларыңыз қажет. Енді өзіміздің жауабымызды тексеріп көрейік. Ақтұмсық Алтай, эпитет, маңай мұрты бұзылмаған, кейіптеу, ақ тасқын, эпитет, өлі дүниедей, теңеу, бойында бір сес бар, кейіптеу, қызуы қоламтадай, теңеу, қалың қар, лас сайсаң, биік Алтай, ұшпа бөркі, тастақ қыраттары, эпитет, наурыздың ақшағарын жамылып самарқау жатыр, кейіптеу, сырбаз Алтай, эпитет, жонын бергісі жоқ, кейіптеу. Жарайсыздар оқушылар. Енді сабағымыздың қорытындысына тоқталайық. Біз бүгінгі сабақта Асқар Алтайдың прописка әңгімесінің сюжеттік құрылымын еске түсіріп, шығарманың бас кейіпкерінің жолға шығу себебін анықтап, сол арқылы шығармада көтерілген қоғамдық әлеуметтік мәселені түсіндік. Автордың оқырманына тастаған идеясын білдік. Сонымен қатар, сабақтың тақырыбына қатысты шығарманың көркемдік әлеміне үңіліп, шығармадан алынған үзінді бойынша автордың сөз қолданысына талдау жасадық. Оқу тапсырмасы. Берілген сілтеме бойынша жазушының өмірбаянымен танысып, хронологиялық кесте толтырыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.